Сәлем достар, бүгін сіздермен жұмсақ күлше нанды дайындаймыз. Жылы су, жылы сүт, ертілген сары май, ашытқы, тұз, қант, ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымыздың барлығын бірден салып тастамаймыз, аз-аздан салып отырамыз. Видеодағыдай жұмсақ қамыр жасап, 1,5-2 сағатқа бетін жауып жылы жерде қалдырамыз. Көтерілген қамырымызды бірдей бөліктерге бөліп, 10-15 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Дайын болған қамырымыздың ортасын басып, формаға келтіреміз. Ортасы көтеріліп кетпеу үшін шанышқымен басып шығамыз. Бетіне жұмыртқа сарыуызын жағып, әсемдік үшін күнжіт себеміз. Алдын ала 190-200 градуста қызған пешімізде нанымызды 20 минут аралығында пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай күлше нандар қып-қызыл әдемі болып пісіп шықты. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.